300-ден астам адамды жеп тастаған қолтырауын. Иә достар, әлемде көптеген жыртқыш жануарлар бар, соның ішінде Густав есімді қолтырауынды көпшілік айтып жүргені жасырын емес. Африканың Танганьика көлінің әйгілі аңыз алып жыртқыш қолтырауын Густав туралы сол аймақтың адамдары жиі айтып жатады. Густав Ніл қолтырауындарының ең ірі өкілдерінің бірі. Африка континентіндегі ең үлкен және қатыгез қолтырауын. Оның түріне қатысты әлі де пікірталастар бар. Зерттеулерге сенсек, көпшілік Густавты Ніл қолтырауындарының өкілі екеніне сенімді, дегенмен тарақ қолтырауындардың өкілі екенін көрсететін тағы бір дәлелдер бар деседі. Густавтың сыртқы ерекшеліктеріне сәйкес, оның тарақты қолтырауын деп айтуға болады екен. Бірақ қолтырауынның бұл түрі Африка аймағында өмір сүрмейтіні белгілі. Тарақты қолтырауындар Австралияда, Үндістанда, Таиландта, Вьетнамда, Папуа Жаңа Гвинеяда және Индонезияда кездеседі дейді. Қазіргі таңда Густав Африкадағы Бурунди аумағындағы Рузизи өзенінің жағалауында өмір сүреді. Оның жасы 60-тан асқан. Яғни, ол қарт және өте тәжірибелі жыртқыш. Густавтың нақты ұзындығы мен салмағы белгісіз, өйткені ол ешқашан ұсталмаған. 2002 жылы оның ұзындығы 6 метр және салмағы тоннадан асуы мүмкін екендігі айтылған. Кейбіреулердің айтуынша Густавтың ұзындығы 7 метрден аса немесе одан да көптеген екен. Ал кейбір ақпараттарға сенсек, 300-ден астам адамдарды жеп қойған екен. Одан бөлек қаншама жануарды азық еткен десеңізші. Достар, арнамызға жазылып, қазақша ақпараттарымызға қолдау көрсете отырыңыздар.